мынау бізде жалпы 9-шы схема основного конденсат, негізгі конденсат жүйесінің схемасы. Яғни нақтырақ айтамыз, бұл жерде конденсатордан шыққаннан кейінгі будың, яғни судың конденсацияға айналып, оны біз деаэраторға дейін барамыз, және бұл жерде ПСГ-лар көрсетілген, ПСГ-1, ПСГ-2, оны барлығын жақсы білесіздер. Подогреватель сетевой горизонтальный екен. Подогреватель сетевой горизонтальныйға желілік су, яғни сетевой су, ол су арнасынан келеді. Негізгі магистраль арқылы 6-шы схемада айтылғандай, ол су подогреватель сетевой горизонтальный теплообменник сияқты аппарат, содан су қыздырылып, қайтадан обратно потребительдерға кетеді центральный магистральмен. Ал қыздырылып болғаннан кейінгі берілген пар буға айналып, конденсатқа айналып, ПСГ-1-дікі ПН-ді 3-ке барады, суы жылытылуға ПН-ді подогревать низкий. Одан кейін ПСГ-2-нікі бізде ПН-ді 4-ке барады, подогревать низкого давленияға. Бұл ПСГ-лар. Алдында біз конденсаторды тек білетінбіз, яғни ЦНД-дан бізде пар келеді. Су уже суығаннан кейін біз ол конденсат процесін жүргізу керек. ЦНД-дан бізден пар келеді. Мына жақтан пучоктар сияқты болады конденсатор, оны да білесіздер. Неден градирныйден цирквада циркуляционный су, яғни 20-30 градус, 2-3 килограмм су келеді. Яғни сол судың әсерінен температура құлайды будың, сосын конденсатқа айналады. Бірақ бұл процесстен бөлек тағы бір нәрсе келеді конденсатқа айналу процесіне. Вакуум деген нәрсе. Яғни конденсатордың ішінде вакуум болмай конденсат процесі жүргізілу қиын болады. Қосымша. Вакуум тағы не үшін керек? Вакуум керек ЦНД-нің лопаткаларының арасында, лопатка мен ротордың арасында артық буға қояды. Яғни ол неотработанный пар десе болады. Яғни расширениеға ұшырады, бірақ айналмай қалған, тұрып қалған парлар болады. Вот осы парлардың бәрін вакуум создавать етеді. Конденсаторда вакуум болады. Сол вакуум, өздерің білесіңдер, вакуум деген не екен? Вакуум деген, мысалы, вакуумды айтуға болады, кәдімгі ванныйдағы су. Обычный ванныйдағы суды крышкасын жауып қоясыңдар, ішінде су болса, ашық болған кезде, ваннаның тесігіндегі суға не деп сорып алады ғой, өзіне қарай тартып. Вот дәл солай, конденсаторда вакуум болғаннан кейін, ол ЦНД-дағы жаңағы қуыс-қуысында қалып қойған ауаның барлығын өзіне сорып алып отырады. Себебі лишний бу қалып қоймау керек онда. Ол бу ертең температура суға айналады да, сөйтіп лопатка роторларды шірітеді. Немесе қатты будан керісінше судың қысымы ауыр ғой. Судың қысымынан лопаткаларды сынып кетуі мүмкін. Себебі бұлардікі аварийный лопаткалар, ЦНД-дан сынып қалған. Не только ЦНД-дан, ЦВД-дан да тұрып қалған парлар болады. ЦС-дан да осы конденсатордағы вакуумдар парды сорып алып отырады. Енді бұл парды біз қайдан вакуумды конденсаторға қандай құруғы жалпы создавать етеді? Ол основной эжектор деген бар. Основной эжектор дейді. Основной эжектор А, основной эжектор Б деп тұрады. Ол
основной эжектор болот. Еще бізде пусковой эжектор деген бар. Екі қызмет. Пусковой эжектордың қызметі ол турбина сөндіріп қосқан кезде бастапқыда вакуум создавать етіп береді. Себебі основной эжектор бізде вакуум создавать етуге уақыт алады. Бірден қосылған. Сондықтан пусковой бірден вакуум создавать етіп береді. Вакуум создавать етіп бергеннен кейін уже одан кейін основной эжектор жұмыс жасап тұрады. Пусковой эжектор астында тұра береді. Тек основной эжектормен вакуум создавать етіп тұрамыз. Ол основной эжектордың бірінші қызметі осы вакуум создавать ету конденсатор. Яғни вакуум создавать ету дегеніміз конденсатордың ішіндегі ауаны сорып алып отырады. Яғни тек қана вакуум қалдырып отырады. Ауаны вакуумның ауасыздандыруы, ауасын сорып алып отырады. Екінші қызметі теплообменник. Яғни ол өзінен өзі конденсатордан бізден конденсатный насосқа су түседі, уже конденсат қайнауға. Сосын ол через основной эжектор PS50-ға барады. Жалпы основной эжекторға бізде пар беріліп тұрады. Теплообменниктің қызметін атқарған кезде. Пар беріліп тұрады. Постоянный пар беріліп тұрады бір сосудқа, яғни жоғарғы жағынан пар беріліп тұрады, ал астыңғы жағынан жаңағы вакуумды сорып алатын түтікше болады. Вакуум. Жаңағы за счет постоянного пара беріліп тұрған, пар постоянно беріліп тұрғаннан кейін анау вакуум өзі автоматически автоматически ауаны сорып алып конденсатор. И конденсаторда вакуум создавать. Еще үшінші жағынан, сол кезде үшінші жағынан бізде конденсатный линия өтеді. Линия конденсата основного. Ол эжектордың ішіндегі теплообменник сияқты қана қыздырылып PS50-ға барады. PS50. Одан кейін основной эжектордан PS50-ға барады, PN130-ға барады. Енді PS50 дегеніміз не? Подогреватель сальниковый. Сендер алдында білесіңдер. Бізде яғни турбинаның лопаткасы, роторы, немесе жалпы лопатка мен роторды қызып кету үшін біз уплотнениеға пар береміз алдында, айттық, температураны ұстап тұру үшін. Бұл жалпы процесс жалғасып жатады турбинаның қосқаннан кейін де бұндай, чтобы турбинада равномерно болу үшін. Бастапқыда біз турбинаны қосқан кезде жаңағы лопатканың, ротордың температурасы корпустан қызып кетпеу үшін болса, енді турбина істеп тұрған кезде қандай қызметі болады? Турбина істеп тұрған кезде біз білеміз, CVD-да, CSD-да пар расширениясы екі жаққа болады. То есть CVD-да бізде пар солға қарай расширение болады, CSD-да оңға қарай расширение. Себебі екеуі бір бағытта болса, ротордың бір жағы басып кетеді. Но екеуіне пар келген кезде бірінші основной нагрузка екеуінің арасына келіп түседі. Себебі ең бірінші пар келген кезде бірге келеді, екі жаққа кетеді. Вот сол CVD мен CSD-ның арасында, CSD мен CND-ның араларында уплотнение болады, соединяющий уплотнение. Соға уплотненияларға бізде тағы қосымша, уплотнение деген тығындағыш қой, уплотнениеға пар тағы да беріп тұрамыз. Постоянно пар беріліп тұрады, ол пар беріледі, шығады. Себебі анау мына жақтан CVD-дан келген пар турбинаның отборларына түседі ғой, сол кезде анау давить етеді. Лопаткалар давить еткен кезде ротор кішкене қозғалады орнынан. Сол сияқты. Нагрузка түседі. Ол нагрузка
төмен қарай түспейді, екі жаққа жайылады ғой керісінше. Біреу расширение қарай, екінші мына жаққа қарай итеріледі. Мысалы, CVD-да солға қарай кетсе, пар CVD-да. Еще оңға қарай да кетемін деп тұрады ана пар. Екі жаққа жайылған кезде мощный 12-13 мегапаскаль түскен кезде. Но соны кетірмеу үшін уплотненияларды қояды ғой. Уплотнениеден біріншіден пар шықпау үшін, лишний пар кетіп қалмау үшін температура түсіп кетеді ғой, шел болса арасында. Екіншіден, анау давить етпеу үшін бір жақ бағытқа бару үшін мына жақтан пар беріп уплотнениеден. Яғни екіге бөлінеді, бұл жерде де конечный и средний. Конечный деген жаңағы артқы жағынан, мысалы, CS жағынан беріледі да, неге қарай итереді парды, CVD-ға қарай. CVD-да, чтобы солға қарай не кету үшін, расширение болу үшін итеріп тұрады, уплотнениені шығып кетпесін деп. А PN130-да керісінше ортаңғы жағынан да көмекші беріп итеріліп тұрады. Бұл основном осы соединяющийде сол жердегі концевойда осы PN130 қазір айтатын сол жердегі парларды ұстап тұрады. Средний конечный болып екіге бөлінеді. Енді PS130-тің қызметі подразделение осы уплотнениеға жаңағы біз итеріліп тұру үшін берген парды біз сол пар уже жұмыс жасап болады да, ол постоянно тұра бермейді, ол уже температура түсіп қалады. Ол да циркуляция келеді, шығады, келеді, шығады, келеді, шығады, сол сияқты. Ол да шығады, енді шыққан кезде бір жерден шығып ол кету керек қой. Осы PS130 соны сорып алып отырады. PS130-қа барып отырады. PS130 деген жаңағы среднийдан алады. Средний. Уплотнение өзі концевой, соединяющий болып, сол соединяющийдің ішінде концевой болады, конечный и средний болады. Екі жағынан да, екі несінде бөлінеді. Соның конечныйынан PS130, среднийынан PN130 алады. Парды сорып алып отырады. Отработанный парды уже өзіне тартып алып отырады, новый пар келіп отырады. Одан кейін осы PS130-тан еще теплообменник жаңағы парды келгеннен кейін пар қыздырып отырады. Ол енді қатты көп қыздырмайды. Себебі конденсатордан бір 50-60 градус шамасы болса, анау 70 градус қатты көп қыздырмайды, но сонда да бұл лишний кетпеу үшін осыған сорып алып отырады PS130. PS50-тан өтеді да PS130-ға барады, екеуі де как теплообменник қызмет атқарады. PS130 және де PN-ді бірдің қызмет атқарады. Подогреватель низкое давление 2, 3, 4 бар ғой. PN130 деген подогреватель низкого бірдің қызметін атқарады, PN-ді бірдің. Бұдан кейін PN130-тан бізде пар PN-ға барады, PN-дан PN-ді 2-ге, 3-ге барады. Мына жақтан бізде PSG-лардың отборы болады, PSG-1-ден PN-ді 3-ге, PSG-2-ден PN-ді 4-ге барады. Осының барлығы бір линияға қосылады да деаэраторға барады. Алдында 4-ші схемада бұл жалпылау көрсетілді ғой, PN-ді да барады, енді осы жерде нақты конденсат линия қайда барады. Сосын бұлардың барлығы бізде деаэраторға барады. Яғни деаэраторға барғанға дейін 100 градус температурадан төмен болады. Яғни қанығу температурасынан, қайнау температурасынан төмен болады да, осылай барады.